Ал ағайындар, мына қызықты қара. Мынау дейтін үлкен ысырапшылық қой. Мынау дейтін 6-шы микрорайон жақта Меловойда онда полигон бар. Қалдықтар төгіліп жатқан. Міне, үш жерде құрылыстың шыққан жаңағы заттарын, қалдықтарын шығарып тастайды. Енді мынаны қара. Мынау дейтін ысырапшылдық қой. Қаншаға мына асфальтты төгіп тастапты мына жерге. Қатып қалыпты міне асфальт. Кәдімгі асфальт. Қаншама біздің Маңғыстауда көптеген микрорайондарда араларында дейтін кәдімгі асфальттарымыз қопарылып быт-шыт болып жатыр. Иә. Ал мынау дейтін үлкен ысырапшылдық қой міне. Қараңызшы. Қаншама мың, қаншама миллион ақшасы кетіп жатқан осындайлар. Құзырлы органдар неге қарамайсыңдар? Қара. Төгіп тастапты. Быт-шыт қылып. Оны дейтін енді пайдаға аспайды. Аса ма Құдай білсін. Ал міне жатыр асфальт. Шыққан емес, жаңа асфальттар. Қара. Мынау қай мекеме екені белгісіз енді. Төгіп жатқан. Мынау үлкен ысырапшылдық қой деп. Қаншама миллион ақша кетіп жатыр. Мынау тек қана бір жерде көрініс. Тағы қай жерде екені белгісіз ғой. Қараңыздар. Ал үкіметім осындай ысырапшылықтарға жол беріп қоясыңдар ма? Ақтау қаласында мынау Меловой дейтін жерде 6-шы микрорайон. Ал міне 6-шы дейді. 6-ға Меловой. Мынау қып-қызыл ақша ғой ағайындар. Ауылдық жерлерге, қаншама жерлерге мынау қаланың маңындағы көшелерге ешқандай асфальт тартылмай жатыр. Ақша жоқ дейді. Ақша қарастырылып жатыр, жобалық смета жасалынып жатыр дейді. Ал мына жақта осы асфальтқа кететін мынандай материалдардың барлығын свалкаға тастап жатыр. Мынау үлкен ысырапшылдық қой. Құзырлы органдар қарамайсыңдар ма? Мынау қараң, келін қараң. Разбираться етіңдер мынаны. Анық-қанығына жетіп. Қай мекеме мынау ысырапшылдыққа барып жатқан? Міне, қып-қызыл ақша мынау тұрған. Асфальт жетпей жатыр. Ақша жоқ дейді. Ал қараңыздар. Қатып қалған уже.